Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа дайынсыңдар ма? Ендеше бастайық. Балалар, біз бүгін өте ерекше дыбыспен танысамыз. Неге дейсіңдер ме? Ендеше мұқият тыңдаңдар. Балалар, сендер қандай қосарлы дыбыстарды білесіңдер? Кәне естеріңе түсіріп көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар. Я және ю. Бұлар қосарлы дыбыстар. Бүгін де тағы бір қос дыбысты өтеміз. Кәне ол үшін қысқа и және о дыбысын бірге айтып көріңдерші. Кәне, дұрыс, сендер қандай дыбыс шығардыңдар? Йо. Қайталаймыз. Йо. Өте жақсы. Енді тағы да бір рет айтайық. Йо, яғни и және о дыбысын қосып, бізде йо деген дыбыс шығады екен. Сонда бүгін біздің өтетін әріпіміз және дыбысымыз йо. Енді балалар, ол қалай жазылады? Кәне көрейік. И мен оның қосындысы йо. Балалар, қараңдаршы, қандай әріпке ұқсайды йо әрпі? Кәне, дұрыс айтасыңдар. Е әрпіне ұқсайды жазылуы, бірақ маңдайында екі нүктесі бар екен. Кәне, енді бәріміз бірге бас әрпін және кіші әрпін жазып көрейік. Қолымызға қаламсапты аламыз. Бірінші е әрпінің бас әрпіне ұқсатып жазамыз. Бір жартылай шеңбер, екі. Енді жоғары жағына бір нүкте, екі нүкте қоямыз. Тамаша. Енді қасына кіші әрпін жазамыз. Е әрпіне ұқсатып кіші әріпті жазамыз. Маңдайына екі нүкте қоямыз. Тамаша. Балалар, біз әзір ғана жазба түрін ауаға жаздық. Ал баспа түрі қандай екен? Кәне, соны көрейікші. Йо әрпінің баспа түрі былай жазылады. Бас әрпі, кіші әрпі. Балалар, баспа түрі де е әрпінің баспа түріне ұқсайды. Солай емес пе? Қандай ерекшелігі бар? Нүктелері. Ал, тамаша. Енді кәне балалар, біз жазба түрін жазайық. Е әрпінің бас әрпін жазамыз, бағана ауаға жазғандай етіп. Басына екі нүкте қоямыз. Енді кіші әрпі де дәл е әрпіне ұқсатып жазамыз. Басына екі нүкте қоямыз. Қайталап жазып көрейік. Бас әрпі, кіші әрпі. Өте жақсы. Енді балалар, біз йо әрпінің жазылуын көрдік. Енді кәне тіл дамыту жаттығуын жасайықшы. Е мен йо егіз бе? Маңдайында көзіме. Қайталайық. Е мен йо егіз бе? Маңдайында көзіме. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Енді осы йо әрпі бар қандай сөздер бар екен? Кәне табайық. Ең бірінші, менің жұмбағымды шешіп көріңдерші. Таяқша бар қолымда. Кімді айттым ойымда? Кәне, таптыңдар ма? Бұл кім екен? Дұрыс айтасыңдар. Бұл суретте бізде дирижер. Қайталаймыз. Дирижер. Бұл сөзде балалар, бізде йо әрпі сөздің ортасында келіп тұр. Кәне, бәріміз бірге осы сөзді жазайық. Енді жазу үшін балалар, біз анық, қатесі жазу үшін не істейміз? Оңға бөліп айтып отырып жазамыз. Ди ри жор. Дирижер. Жыдан кейін қандай әріп жазам балалар? Дұрыс айтасың, бүгінгі өтіп жатқан йо әрпін жазам. Дирижер. Ал, кәне бірге оқиық. Дирижер. Ал, неше буын бар екен? Дирижер. Дұрыс айтасыңдар. 3 буын бар. Тамаша. Енді келесі қараңдар суретте. Бұл кім кәне? Ойланып қараңдар. Я, дұрыс айтасыңдар. Монтер. Ал, кәне бірге айтайық. Монтер. Енді бірге жазайық. Бірінші қандай дыбыс естіп тұрмыз? М. Монтер. Тұдан кейін қандай дыбыс жазам? Қандай әріп жазам балар?
Ё дыбысын естіп тұрмыз. Яғни ё әрпін жазам. Монтер. Монтер деген сөзде де, балалар, ё әрпі сөздің қай буынында кездесіп тұр? Я, екінші буынында, сөз ортасында. Тамаша. Енді кәне біз осы сөздерге дыбыстық талдау жасағанда қалай жасаймыз? Кәне ойланып көріңдерші. Я, біз ё әрпін қосарлы дыбыс болғандықтан и және о дыбысы ретінде талдаймыз. Балалар, енді кәне осы сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Ал балалар, ол үшін маған көк және қызыл түсті қаламсап керек. Көкпен біз дауыссыз дыбыстарды белгілейміз. Қызылмен дауысты дыбыстарды. Бастайық. Бірінші дирижер деген сөз. Д қандай дыбыс? Кәне бірге айтайық. Д. Дұрыс айтасыздар. Ол дауыссыз дыбыс. Сондықтан мен Д әрпінің астын көк түспен шеңбер етіп белгілеймін. Дөңгелектеп. Тамаша. Келесі И. Қандай дыбыс? Дауысты дыбыс. Өте жақсы. Қызыл түспен белгілеймін. Келесі бізде қандай әріп? Р. Р қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс. Өте жақсы. Келесі тағы да қандай дыбыс? И. Дауысты дыбыс. Бұл жерде бар екі рет И әрпі қайталанып тұр екен. Келесі бізде Ж. Ж қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыс. Өте жақсы. Ал енді Ё әрпіне келдік. Ё қандай дыбыс бізде балалар? Дұрыс айтасың, ол қосарлы дыбыс. Ё бізде дауыссыз қысқа И мен О дыбыстарының қосылу арқылы жасалған. Сонда біз жеке-жеке дыбыстық талдау жасайық. Бірінші қысқа И бізде дауыссыз дыбыс. Ал О қандай дыбыс? Дауысты дыбыс. Тамаша. Ал соңында қандай дыбыс естіп тұрмыз? Р. Р қандай дыбыс бізде? Дауыссыз. Өте жақсы. Енді санайық. Дирижер деген сөзде 1, 2, 3 дауысты дыбыс бар екен. 1, 2, 3, 4, 5 дауыссыз дыбыс бар екен. Тамаша. Келесі балар бізде монтер деген сөз. М қандай дыбыс? М дауыссыз дыбыс. Көк түспен белгілейміз. О дауысты дыбыс. Н дауыссыз дыбыс. Т. Дұрыс айтасыңдар балар, дауыссыз дыбыс. Өте жақсы. Тағы да Ё әрпіне келдік. Қалай талдаймыз дыбысты талдауға балар? И және О дыбысы арқылы жасалған жеке-жеке дыбыстық талдау жасаймыз. И бізде дауысты ма, дауыссыз ба? Қысқа И. Дауыссыз дыбыс. О дауысты дыбыс. Және соңындағы Р дыбысы дауыссыз дыбыс. Өте жақсы. Енді санайық. Неше дауысты, неше дауыссыз дыбыс бар? 1, 2, 3, 4, 5 дауыссыз дыбыс бар. 1, 2 дауысты дыбыс бар екен. Тамаша балалар. Енді кәне біз бүгін сабағымызда қосарлы дыбыс өткенімізді қайталайық. Ё, кәне бір айтамыз. Ё, өте жақсы. Балалар, енді сендерге тапсырма. Сендер осы Ё әрпін, бас әрпін және кіші әрпін ермек сазан жасап көріңдер. Жарай ма? Және де монтер, шахтер, актер деген сөздерді әдемі етіп, көркем жазумен дәптерлеріңе жазып шығыңдар. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендермен бірге болған мен Айдана Рысбекқызы.